Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Құрметті бауырлар, аға, әпке, қарындастар, баршаңызға Алланың игілігі, жақсылығы, амандығы болсын. Алла бүгінгі жұма күніндегі дұға тілек құлшылықтарыңызды қабыл етсін. Сіздермен бір оқиғамен немесе бір мәліметпен бөліскім келіп отыр. Кеше түнде осы біздің мешітте құрылысқа бас көз болып прорабтық қызметін бір айдан бері атқарып жүрген Марат деген бауырымыз дүниеден өтті індеттің себебімен. Алла тағала рахымына бөлесін, өзіне жәннаттан үй тұрғызған болсын. Сіздер де ол бауырымызға дұға қойсаңыздар, өзім қатты әсерленіп отырмын. Неге өйткені енді ол бауырымыз бұдан алдын құрылыс саласында жұмыс істеген, BI группта жұмыс істеген. Қарап отырсаңыз, өмір бойы сол дүние саласында, дүниелік салада, басқа салада қызметте жүрді. Бір ай алдын шамамен осы шілде айының 25-26-ларына осы мешітті тезірек құрылысын бітіруге атсалысайын, мен де көмектесейін, сол сауаптан үлесім болсын деп, басқа жұмысын тоқтатып, басқа жұмыстарын осы мешітке қызметке келіп еді. Құрылысқа бас көз болып жүрейін деп. Енді шамамен 10 күн алдын, немесе 2 апта алдын сырқаттанып, басында бірнеше күн үйінде ем қабылдап жүрді, процедурныйға барып, сосын болмағасын ауруханаға жатты. Кеше түнде дүниеден өтті. Алланың ол бауырымызды бағыттауын қараңызшы. Өмір бойы басқа салада жүрді. Дүниеден өтуіне бір ай қалған кезде Алла тағала оған: пендем, сенің бір ай өмірің қалды. Енді өміріңнің соңғы күндеріңді Алланың үйін тұрғызуға арна, сауап жинауға арна, өзіңе мешіттен зәулім, өзіңе жәннаттан зәулім сарай тұрғыз, Алланың үйін тұрғызу арқылы деп, ол бауырымызды мешітке айдап келген сияқты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: кім жер бетінде Алланың үйін тұрғызса, Алла оған жәннаттан зәулім сарай тұрғызады деді. Енді соған атсалысып жүрген адамдар да сол үкімде ғой. Басқа жұмыстарын бәрін қойды, мешітке келді, кірісті. Бір 20 күндей, 25 күндей осы салада, осы мешітте қызметте жүрді де, енді науқастанып, кеше дүниеден өтті. Алла ол бауырымызды рахымына бөлесін, алдынан жарылқасын. Осы мешітке жасаған қызметін құзырында қабыл алып, жәннаттан ол бауырымызға үй тұрғызылуын Алла тағала нәсіп етсін. Баршамызға Алла тағала сондай өміріміздің соңында дінге қызмет етуді нәсіп етсін. Өйткені әл-амалу бил хаватим, амалдар соңғы жағдайына байланысты Құдайдың алдында есеп біледі, сіздің амалдарыңыз. Сол үшін де Алла тағала баршамызды осындай өміріміздің соңында дінге қызмет етіп жүріп, Алланың разылығын іздеп жүріп, өзінің құзырына баруымызды нәсіп етсін. Алла баршаңызға разы болсын. Алла хайырлы, берекелі, сауапқа толы, ұзақ ғұмыр баршаңызға нәсіп етсін. Елімізді, бүкіл әлемді індеттен құтқарсын. Баршаңызға Алла разы болсын. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.